Қияметі өзінің өліммен басталып кетеді деп жатыр. Демек, өліміңнің қашан екенін сен білмейсің. Кетіп жатыр ма, міне бұл? Значит, әр күніңде істе деген екен ғой. Әр күнің Хасан Басри айтқандай рахматулла алейх. Маған берілген атқан таң дейді. Алланың берген жақсылық істеуге мүмкіншілігі дейді. Біреулер оны басқаша атырады ғой таңды. Әркім әртүрлі атырып отыр ғой таңды. Біреулер кәдімгі гарантия азында тұрамын да ертең кетіп деп ертең пландап атады кәдімгідей. Ертең не болатынын білмейміз ғой, негізі ақиқатында. Сол үшін де пайғамбарымыз осыны айтып жатыр екен, саллаллаху алейхи уассалам, сен бар кезіңде бүкіл неңді істеп кет дейді, жақсылығыңды қолынан келетін істек. Білімің бар ма, беріп кет. Білімнің зекеті 100% қажет. Малдың зекеті 40-тан 1 ма? Білімдікі 100%. Беріп кет бүкіл біліміңді. Қалып кетпесін өзіңнің ішінде. Қандай ілім болса да қажет. Ол етік тігу болса да ол ілім. Дұрыс па? Ол етік тігу бола ма, ол басқа бола ма, ол қандай ілім беріп кет адамзатқа дейді да. Олар жақсылығына, игілігіне пайдалансын дейді. Неге енді қажекеле қарасаңыздар? Біз бір ғалым сұрақ қойған екен.